Алматы облысы Алакөл ауданы Шарал қазақ гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Мұқышева Назгүл Кенесовна. Математика сабағына қош келдіңдер балалар. Сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 2 санына көбейту және бөлу кестесін бекіту. Сабағымыздың мақсаты 2 санына көбейту және бөлу кестесін құру, білу және қолдануды үйренеміз. Енді балалар, олай болса, келесі бейне жазбаға назар аударайық. Бұл Әли мен Ая. Олар жас музыканттар. Егер бізде бір домбыра болса, бір домбыраны бір уақытта екеуіне бере алмаймыз. Өйткені бірді екіге бөле алмаймыз. Егер тағы бір домбыра келсек, онда 2 домбыра болады. 2 домбыраны 2 балаға бөліп беруге болады. Кейбір сандарды тең 2-ге бөлуге болады, ал кейбір сандарды бөлу мүмкін емес. 3 домбыраны 2 музыкантқа тең бөліп бере алмаймыз. Ал 4 аспапты 2 музыкантқа бөліп беруге болады. 5 аспапты 2 музыкантқа тең бөлуге болмайды. Ал 6 аспапты 2 музыкантқа бөлуге болады. Бұдан шығаратын қорытынды: аспаптарды 2 музыкантқа тең бөлу үшін аспап саны 2, 4, 6, 8, 10 болуы керек. Бұл санның барлығы 2-ге бүтіндей бөлінеді. Бұл сандар жұп сандар деп аталады. Жұп сандар 2-ге бөлінетін сандар. Мысалы 2, 4, 6, 8, 10, 12. Тақ сандар 2-ге бөлінбейтін сандар. Мысалы 1, 3, 5, 7, 9, 11. Енді балалар, бейне жазбаны мұқият көріп танысып алған болсаңдар, оқулықтағы тапсырмаларға көз жүгіртейік. Оқулықта бізде суреттер берілген, осы суреттерге мұқият қарап шығып, берілген асықтарды 2-2-ден санап, жұптап шығайық. Енді балалар, кәне тапсырмамызды қалай орындадық, бірге тексеріп шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне балалар, 2-2-ден санаған кезде бізде 10 жұп шықты. Ендеше 2 санын 10 санына көбейткен кезде бізде мәні 20 шықты. Бұл жерден білетініміз балалар, мына жерде асықтарды 2-2-ден 10 рет жұптап санағанда барлық асық санымыз 20 екен. Ендеше көбейту амалына бізде бөлу амалы өзара кері амалдар екенін білеміз. Осыдан 20 санын 2 санына бөлсек, бізде 10 шығады. Яғни мына суретте берілген 20 асықты 2-2-ден жұптаған кезде 10 жұп шыққанын білдік. Енді балалар, осыдан білетініміз, яғни бізде 2-ге бөлінетін сандарымыз жұп сандар, 2-ге бөлінбейтін сандарымыз тақ сандар деп айтылады екен. Бұл жерде 2-ге бөлінетін жұп сандарымыз, яғни 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Яғни бұл сандарымыз толық 2-ге бөлінеді. Бұл сандар яғни жұп сандар деп аталады. Ал 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 сандарымыз 2-ге бөлінбейтін сандар. Сондықтан да бұл сандар тақ сандар деп аталады. Олай болса балалар, сендер осыдан қалай түсінгендеріңді білу үшін сендерге мынандай тапсырма беріп отырмын. Яғни бірінші тапсырма 20-ға дейінгі жұп сандарды өсу ретімен жазу, 20-ға дейінгі тақ сандарды кему ретімен жазу. Яғни сендер 20-ға дейінгі сандарды өсу ретімен және кему ретімен тақ сандарды жазасыңдар, оларды бір-бірінен ажыратасыңдар. Әр дұрыс орындаған тапсырмаларың үшін бір-бір балмен бағаланатын боласыңдар. Енді балалар, олай болса, тапсырмамыздың жауабының дұрыстығын тексерейік. Яғни 20-ға дейінгі сандарды өсу ретімен былай жазамыз: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Енді 20-ға дейінгі тақ сандарды кему ретімен былай жазамыз: 19, 17, 15, 13, 11,
9, 7, 5, 3, 1. Жарайсыңдар балалар, жақсы орындады деп сенемін сендерге. Енді келесі екінші тапсырмамыз балалар, есепті шығару. 16 бала ойнау үшін жұптасты. Неше жұп болды? Яғни бұл жерде есептің шартын жазасыңдар, шешуін шығарасыңдар және дұрыс жауабын жазасыңдар. Әр дұрыс жауап үшін 1 балмен бағаланасыңдар. Енді балалар, осы есептің дұрыс жауабын тексерейік. Яғни сапқа тұрды 16 бала, бөлінді 2-ден, болды неше жұп? Шешуі 16 мен 2-ның бөліндісі 8-ге тең. Жауабы 8 жұп болды. Яғни балалар, әр дұрыс жауаптарың үшін 1 балдан бағаланасыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасау үшін 3-ші тапсырма кім жылдам тапсырмас ойынын орындаймыз. Яғни берілген өрнектерді есептейміз. 4 пен 2-ның көбейтіндісі, 6 мен 2-ның көбейтіндісі, 12 мен 2-ның бөліндісі, 18 мен 2-ның бөліндісі. Яғни әрбір санды 2-ге көбейтеміз және санды 2-ге бөлеміз. Әрбір дұрыс жауаптарың үшін 1 балмен бағаланатын боласыңдар. Орындаған тапсырмаларыңды Wordwall қосымшасы арқылы тексеретін боламын. Енді балалар, сендерге оқу тапсырмасы 6-ші тапсырма 31-ші бет, амалдың белгісіз компоненттерін ата, есепте. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.